Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Өткен жолы мен видео салған болатынмын. Парақшама ауруханада ішіме арналған массаж жасау туралы. Сол кезде менің жекеме көбісі шығып жазған болатын, қалай жасаймыз және де ол не үшін жасалынады дегендегі сұрақтар болды. Жалпы негізімен өзім өте сабырлы адам болғандықтан деп эмоциямен шығарып тастай алмаймын. Сондықтан менде барлығы ішімде жиналады. Сол өткенде ауруханада жатқан кезде ұлымда бір операция болып, сондықтан уайымнан кейін барлық операция бір өткеннен кейін, аман-есен өткеннен кейін менде ішім бүріп, тырысып, кәдімгідей ішім ауырды. Яғни менің бар уайымым сол ішіме жиналды. Яғни ол біздің негізі жалпы стресс жиналатын аймағы мына қабырғамыздың астыңғы аймағында диафрагма бұлшық еті бар. Сол диафрагма бұлшық еті жиылып тырысып қалады. Ол жиылған, тырысқан бұлшық ет, яғни ол осы жерде аймақтан тырысып жиылғаннан кейін ол бүкіл айналасына таралады. Яғни одан іш құрылысымыз зардап шегеді. Одан кейін мына жақтағы сол жаққа қарай жүрек аймағына қарай таралады оның бір қалай айтсам сәулелері дегендегі. Оның біз жүрек ауруымен оны шатастырып алуымыз да мүмкін. Жалпы оның басты негізі ол стресс. Стресстен осы бұлшық етіміз тырысып қалады. Сол ең басты себебін босату арқылы біз сол жердегі аймақтың іш құрылыстың бүріп ауруын, іш құрылыстың жұмысының тұрып қалуын осы аймақтағы бұлшық еті, диафрагма бұлшық етін босату арқылы ғана шеше аламыз. Ал дайын болсаңыздар, бастаймыз. Егер сіз де мен секілді сабырлы болсаңыз, барлығын ішіңізде жинап алатын болсаңыз, сізге жасауға осы жаттығу міндетті түрде. Жалпы ең алғашқы бастайтынымыз міне осы қабырғаның төменгі жағы, төменгі қабырға, төменгі аймағы демалғанда қараңыз. Кеңейеді, дем шығарған кезде кішірейеді. Қабырға, яғни жалпы дұрыс демалған кезде ол кеңейеді, кішірейеді. Бұл жерде біздің диафрагма бұлшық еті жұмыс жасап, үлкейеді, кішірейеді. Біз сол бұлшық етті ақырындап қолымызбен басып, сол бұлшық етті жұмсартамыз. Ал дайын болсаңыздар, бізге тек қана қолымыз ғана керек болады, қолмен ғана басып жұмыс жасаймыз. Ең алдымен қабырғаның, екі қабырғамыздың бірігетін аймағы, мына жерде шұқыр бар, өзі жұмсақ. Мына жер қатты, мына ортасы шұқыр. Сол жерді басамыз. Ең алдымен мінекей бастайтынымыз ішімізбен демаламыз 1-2 рет. Мен төмен сүрейін. Ішіңіз үлкейтіп демаламыз. Дем шығарамыз. Ішіміздің бәрін тартамыз. Демаламыз. Дем шығарамыз. Ішпен бірге мына қабырғаның астыңғы жағы кеңейеді, кішірейеді. Яғни біз осы арқылы ішіміздің барлық бұлшық еттерін дайындаймыз. Ал енді қолымыздың, саусақтарымыздың ұшымен мына қабырғамыздың астыңғы ортаңғы жағында ақырындап басамыз. Ақырындап, ол егер сізде қатты бұлшық ет қатты тырысып спазмда тұрса, ол сізде қолыңыз сәл басқан кезде қатты ауырады. Яғни ол спазмда бұлшық етіңіз қатты тырысып тұр деңіз. Яғни сіз ол міндетті түрде сол аймақпен жұмыс жасауыңыз қажет. Қолымызды кіргіземіз, ақырын демаламыз. Қатты кіргізіп жермейсіз, енді өзіңіздің сезінесіз, бірден шошытып жермейсіз бұлшық етті, сәл кіргізесіз, өз қарқынмен демаласыз. Әрбір дем шығарған сайын сәл тереңірек кіресіз. Егер қатты ауыратын болса, қатты кіргізбейсіз, бірақтан онда да ұстап тұрасыз. Ұстап тұрасыз, өзі ол бұлшық ет, сол жерде бұлшық ет өзі жібереді бұлшық ет. Содан кейін сәл тағы төмен түсесіз. 5-6 рет демаламыз. Бұл жаттығуды сіз жатып жасасаңыз да болады, отырып жасасаңыз да болады. Отырған кезде басты мақсатыңыз ішіңіз бос тұрсын. Отырғанға байланысты, егер сіз былайынан аяғыңыз созып отырсаңыз, кішкене бұлшық ет жақ қатты болады. А егер аяғыңызды жинап отырсаңыз, осындай қалыпта кішкене мына бұлшық еттеріңіз босайды.
сәл кеудені алдыға қарай жібереміз. Енді қолымызды сәл солға қарай жіберіп, бұлшық, қабырғаның астындағы бұлшық етті басамыз. 2-3 рет дем аламыз. Қолымызды бірақтан жібермейміз. Енді қолымызды қабырғаның астына қарай кіргіземіз. Сәл кеудені алға қарай еңкейтеміз. Дем алуды ұмытпаймыз. Өз қарқыныңызбен дем аласыз. Сіз дем алған кезде ол бұлшық ет өзі кеңейеді, жоғары көтеріледі. Одан кейін дем шығарған кезде ол бұлшық ет өзі кішірейіп, жиырылады. Менің қолым қабырғаның астына кіріп тұр. Дем аламыз. Қолымызды енді сәл тағы да солға қарай жылжытамыз. Қабырғаның бойымен, қабырғаның астына. Мойнымыз бәрі бос болсын, иығыңыз бос. Жалпы бүкіл денеңіз бос ұстап тұрыңыз. Мойын иықтың ішіне кіріп кетпейді. Сәл мен басыммен төмен қарап тұрмын. Кеудемде сәл төмен қарап тұр, өйткені қабырғаның ішіне кіргізу үшін сәл кеудеміз алға қарай қимылдауы қажет, жылжуы қажет. Дем аламыз. Егер сіз ауырғанын сезінсеңіз, қатты баспайсыз, яғни ол ауырудың себебі ол бұлшық еттер тырысып тұр деген сөз. Сол бұлшық еттерді босату керек. Кейде қол тигізбеуі де мүмкін. Тағы да мен жылжыдым солға қарай. Дем алуды ұмытпаймыз. Кәдімгідей асықпай өз қарқыныңызбен дем аласыз. Енді ақырындап жібереміз. Оң жағына ауысамыз. Енді мынау ең басты ауыратын аймақ осы оң жағы болады. Өйткені осы аймақта біздің бауырымыз, өтіміз. Ал біздің қанша 80%-ымыздың өтіміз толып қалған. Ал бастадық. Жаңағы ортадан сәл оңға қарай жылжимыз, басамыз. Қалай, ауырып жатыр ма? Менде сол күні жасаған күні ауруханада өте қатты ауырды, қол тигізбеді. Бірақтан 1-2 рет басып дем алғаннан кейін ол бұлшық еттің жібергенін сезінесің. Жібереді, одан кейін сәл қайтадан басып, массаж жасағанда ол қалағанға жеңілдек болады. Егер қатты спазмды болса, егер сізде жақын арада бір стресс болса, даже тіпті жақын арада емес, 1 ай бұрын болса да, ол стресс әлі шықпаған болса, ол осы аймағыңыз қатты ауырады. Яғни бізде ол уайымнан, стресстан ең алдымен осы бауырымыз зардап шегеді ғой. Өтіміз ас қорытылмай қалады, тұрып қалады тамағымыздың барлығы. Дем аламыз. Оңға қарай тағы да жылжимын, қабырғаның астына қарай кіргіземін. Мойным ұзын, мойынмен бітіп иықтың ішіне кіріп кетпейді мойнымыз. Егер сіз осыны күнде жасап тұратын болсаңыз, мына бұлшық еттеріңіз босап, кеудеңіз ашылып, дем алуыңыз жеңілдеп қалады. Дем алуды ұмытпаймыз. Кәдімгідей қабырғаның астына кіргізіп. Өзіңіз ыңғайына қарай отырасыз. Мүмкін сізге былай отыру жасаған ыңғайлы шығар. Қолыңызды аяққа тіреп қойып тұрған ыңғайлы шығар. Мойнымыз түзу, мойнымыз ұзын. Іштің бұлшық еттері бос болу қажет. Мен тағы да оңға қарай жылжыдым, қабырғаның бойымен, қабырғаның астымен.
дем аламыз. Қалай ауырып жатыр ма? Енді ақырындап жатамыз. Бір қырып жатқан кезде іш құрылысымыз кішкене төмен қарай жылжиды да бізге енді мынау бұлшық етпен жұмыс жасауға көбірек мүмкіндік береді. Басымыздың астына ыңғайланып бір нәрсе қойып алыңыз. Мінекей. Басым түзу жату үшін, мойным түзу жату үшін, міне іш құрылысым бәрі бір шетке қарай қылады. Яғни енді бұлшық етке біздің мүмкіндігіміз көбірек ашылды. Ал менде мына жерде қатты қолым тигізіп едім, оң жағымда, бұл қабырғаның астында ауырсынып жатыр. Жаңа отырғанға қарағанда, мына жатқанда кішкене көбірек ауырып тұр менде қазір. Яғни менде әлі ол стрессім әлі жөндеп кеткен жоқ тұр. Шыны керек, мен негізі күнде осы жаттығуды жасаймын қазір. Адамбыз, күнделікті тірлігіміз бар, уайымымыз бар, неше түрлі проблемалар бар. Шаршайсың, осының барлығы осы ішімізде жиналады. Жалпы біздің ішіміз осы қалай көп аурудың басын бастайтын осы аймақта негізі. Басамыз, ақырындап басып демаламыз. Тағы да оң қарай жылжимыз. Негізі қалай болғанын барлығы маған міндетті түрде комментария жазып кетіңіздер. Қатты ауырды ма, қолыңыз тигізбейді ма, мүмкін жақсы қолыңыз кірді ма қабырғаның астына. Менде қазір қатты ауырып тұр осы оң жағым. Яғни көбірек осы оң жақтағы аймақпен көп жұмыс жасаймыз. Бірақтан екінші жағында ұмытпауымыз қажет. Енді ақырындап қайтадан орта жағына бардым да, енді ақырындап басып төмен қарай итеремін, кіндікке қарай. Сәл-сәл 1 сантиметр тағы да оң қарай жылжып басып, тағы да кіндікке қарай итеремін. Екінші тағы да жылжып жатырмын мен ақырындап. Төмен қарай итеремін. Демалуды ұмытпаймыз. Қайтадан қайтып келдім. Менде оң жағы көбірек ауырғандықтан мен осы оң жағына көп көңіл бөліп отырмын. Демалғанда ішіңізді толтырып, ішіңізбен демаласыз. Қабырғаның астымен демаламыз. Енді екінші жағына ауысамыз. Ақырындап тұрамыз. Ішіңізде ешқандай пресс, ішіңіз салмақ салмайсыз. Қазір бұл жерде қолыңызбен итеріліп тұрасыз. Екінші жағына ауысып, екінші жағын тура сол секілді жасаймыз. Ақырындап жатамыз. Бұл жерде қазір біздің ішіміздің бұлшық еті ешқандай напряжение болмау керек, қысымда болмау керек. Орта жағынан қабырғаның астымен басамын. Оң жағымен салыстырғанда, сол жағында шыны керек ешқандай сезіп тұрған жоқпын, ешқандай ауырып тұрған жоқ менде. Онда да бұл аймаққа да кішкене уқалап, бұл аймақтың да бұлшық етін кішкене созамыз. Бірақта менің жағдайымда көбінесе оң жағына көңіл бөлу қажет. Ақырындап ортаңғы жағына қайтып келдім. Енді басып, төмен қарай кіндікке қарай жылжытамын. Мен шетке қарай жылжып жатырмын, яғни қабырғаның бойымен басамын, кіндікке қарай итеремін, тағы да сәл-сәл солға қарай қабырғаның бойымен жылжимын. Ақырындап. Бұл аймақта менде ауырмайды. Егер сізде ауыратын болса, жұдырықпен де басып істесеңіз де болады. Егер сізде ауыратын болса, бұл аймаққа көбірек көңіл бөлесіз. Ал енді мен бұл жақтан тұрамын, ақырындап отырамын.
ыңғайланып отырамын. Маған осылайынан отырған ыңғайлы. Негізге сізге қалай ыңғайлы, өзіңіз ыңғайыңызға отырасыз. Мүмкін орындыққа отырып жасаған ыңғайлы болатын шығар. Қолыңыз шаршаса, қолыңызды ақырындап созып, қолыңыздың шаршағанын басамыз. Қолыңызды ары бері жаттықтырып, ары бері қимылдатамыз созақтарымызды. Егер сіз бұрын жасамаған болсаңыз, сіздің қолыңыз шаршайды, менің қолым үйреніп қалған. Енді мына екі бүйіріміздің бұлшық етін ұстап, алға қарай тартамыз. Ұстап, қысып алға қарай тартамыз. Төмен қарай түсеміз. Тартып, кезек-кезек қайтадан жоғарыдан бастап. Жарайсыздар. Енді екі қолымызбен бір бүйіріміздің, яғни жердегі жамбас сүйегіміздің үстінен, жамбас сүйегіміздің үстінен басып, ішке қарай кіргіземіз қолымызды. Яғни біз осы аймақтағы бұлшық етімізді созып, жұмсартамыз. Яғни бұл ішіміздің төменгі астыңғы аймағы. Мойныңызды қадағалаңыз, иығыңызды қадағалаңыз. Мойныңыз иықтың ішіне кіріп кетпейді. Мен сүйектің бойымен ішке кіргізіп, шығарып, жұмыс жасап жатырмын. Оң жағымен төмен қарай түсіп жатырмын. Жоғарыдан төмен қарай түсіп жатырмын. Жоғары көтерген кезде дем аламын. Дем шығарған кезде қолыммен ішке кіремін. Екінші жағына ауысамыз. Дем алдым, ішімді толтырып, дем шығарамын. Мынау сүйектің бойымен, іштің астымен кәдімгідей қолыңызды кіргізесіз. Қайтадан жоғарыдан төмен қарай жылжып жатырмын. Төмен жағынан, енді жаңа сүйектің төмен жағына келіп, енді жаңа екі оң жақ пен сол жақтың ортасын біріктіреміз. Ол жақта да сүйек бар астында. Сол сүйектің бойымен қолымызды кіргізіп, бұлшық етті жұмсартамыз. Енді екі жағымен, екі қолыңызбен екі жағына бірдей. Іштілік күйтеміз, дем алған кезде, дем шығарған кезде кіреміз. Мен ақырындап ортаға қарай жылжып жатырмын. Қайтадан шет жақтан, жоғары жағынан жамбас сүйегінің бойымен жарайсыздар. Ішіңізді үлкейтіп дем аламыз. Ақырындап ішімізді қолымызбен сағат бағытында айналдырамыз. Жатып жасасаңыз да болады оны. Жатып жасаған кішкене ыңғайлылық болады. Жатқанда ішіңіз қысымды болмасын, ақырындап қолыңызбен күшті қолыңызға алып жатамыз. Сағат тілмен ақырындап айналдырамыз. Ішпен дем аламыз. Ішті толтырамыз ауаға. Осы демалудың өзі бір массаж іш құрылысымызға, тұрып қалған, жылжымай тұрып қалған ішіміздегі артық заттарды қимылдатып, барлығын орнынан қозғап, мына іш құрылысымыздың жұмысы қимылдап, жұмыс жасай бастайды. Айналдырамыз. Айналдырамыз. Енді жаңа төменнен жоғары қарай тартамыз. Ішіміздің төменгі жағынан қолыңыз салып, жоғары қарай, кіндікке қарай
тартамыз. Көтереміз, яғни үш құрылысымызды жоғары көтереміз басып. Осы ішке массаж жасағаннан кейін қазір сіз бірден алып ұшып жүгіріп кетпейсіз. Кішіңіздің бұлшық еттерін өз қалпына қайтадан орнына асықпай тұруына мүмкіндік береміз. Қазір біз бұлшық еттеріміздің бәрін босатып, үш құрылысымызды кішкене ары бері жылжыттық қой. Сол кезде селкілдеп жүгіріп кетпейсіз. Кішкене жатыңыз, 1-2-3 минут жатыңыз. Демаламыз. Ішіңіз демалып, көтеріп. Екі-үш рет ішімізбен демаламыз. 2-3 минут уақыт өтіп, тұратын уақыт келген кезде ақырында бір қырымен тұрамыз. Ыңғайланып отырамыз. Бір қолыңызды жоғары көтеріп, тартыламыз түзу. Екінші жағына қарай тартыламыз. Екінші қолыңызбен, екі қолыңызбен жоғары көтерілеміз. Ақырындап қол түсіргеніңізде бір жағыңызға қарай бұрыламыз. Қайтадан екінші қолымыз көтеріп демаламыз. Дем шығаратын кезде екінші жағына қарай бұрыламыз. Ақырындап орныңызға қайтып келеміз. Иығыңызды кезек-кезек айналдырасыз. Алдыға, артқа. Ыңғайланып отырамыз. Ал осымен біздің кезекті жаттығуымыз аяқталды. Міндетті түрде сіздерден кері байланыс күтемін. Ұнап жатса, жүректеріңізді аямаңыздар. Комментарийді жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.